Саламатсың ба балақай? Бүгінгі 103-ші сабақ 11-ден 20-ға дейінгі сандардың құрамы. Бүгін 20 көлеміндегі сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуді үйренесің. Бірінші есеп. Текшелерді санауға көмектес. Есептеуді түсіндір дейді. Бізге берілген текшелерге қарайық. Жасыл түсті текшелер 10, қызыл түсті текшелер 4. Сонда бізге берілген 10 қосу 4, 10 мен 4-тің қосындысы нешеге тең? 14, дұрыс айтасың. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 4-ке 10-ды қосамыз, тең 14 болады. Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Енді азайтуды орындаймыз. Берілген барлық текшеден 4 қызыл текшені алып тастаймыз. Сонда 10 жасыл текше қалады. Енді барлық 14 текшеден 10 жасыл текшені алып тастаймыз. 4 қызыл текше қалады. 14 2 цифрдан тұрады, 2 таңбалы сан. 1 ондығы бар, 4 бірлігі бар. 4 саны 1 таңбалы сан, 1 ғана цифрдан тұрады. Келесі текшелерде 10 жасыл текше, 6 қызыл текше, сонда 16 текше бар барлығы. 16 2 таңбалы сан, 2 цифрдан тұрады. 1 ондығы, 6 бірлігі бар. Келесі, үшіншіде 10 жасыл текше, 5 қызыл текше бар. Сонда барлығы 15 текше. 15 саны 2 цифрдан тұрады, 2 таңбалы сан. Келесіде 10 жасыл текше, 2 қызыл текше бар. 12. 12 2 таңбалы сан, 2 цифрдан тұрады. 1 ондық, 2 бірлігі бар. Енді қараңдар, ондықтар бірліктер. Бұл разрядтық қосылғыштардың қосындысы. 10 қосу 6, тең 16 болады. 16 2 таңбалы сан, 1 ондығы бар, 6 бірлігі бар. 10 мен 6-ның қосындысы да, 6 мен 10 мен қосындысы да 16 болады. Амалдардың өзара байланысын біле отырып, азайтуға берілген мысалдарды есептеуге болады. Қосу мен азайтудың өзара кері амалдар екенін білеміз, Енді азайтуға берілген мысалдарды есептей аламыз. 10 мен 6-ның қосындысы 16 болса, енді бізге екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Сонда екінші қосылғыш табылады. Келесі екінші есеп, дәптеріңе жазып есепте дейді. Бірінші өздерің дәптерге жазып есептеңдер. Видеоны паузаға қойып, содан кейін бірге тексересің. Қанекей тексерейік. 18 мен 8-дің айырмасы 10. 10 мен 7-ның қосындысы 17. 10 мен 9-дің қосындысы 19. 13 мен 3-дің айырмасы 10. 19 мен 9-ның айырмасы 10. 10 мен 2-ның қосындысы 12. Үшінші есеп. Балалар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз ойын ойнады. Тізбектерді есептеп, Әлияның нені жасырғанын анықтайсың. Бізге берілген тізбектегі есептерді есептеп, Әлияның нені жасырғанын қазір анықтайтын боламыз. Төменгі жақта бізге суреттер берілген, солардың жанында сандар жазылған. Қандай санның мәні шығады, сол затты жасырған болады Әлия. Ал енді есептеп көрейік. 15-тен 5 азайтамыз, 10 қалады, 10-нан 8 азайтамыз, 2 қалады, 2-ге 10-ды қосамыз, 12, 12-ден 2-ні азайтамыз, 10 қалады. Ал енді төмендегі суретке қарайық. 10 саны қай заттың қасында тұр? Алма. Бірінші Әлия алманы жасырған екен. Алманы жеуге болады ма? Әрине болады, жеуге жарамды. Келесі есеп. 18-ден 10-ды азайтамыз, 8, 8-ден 3-ді азайтамыз, 5, 5-ке 5-ді қосамыз, 10, 10-нан 6-ны азайтсақ 4 қалады. Астындағы суреттерге қарайық. 4 саны қай суретте тұр? Қуыршақта. Қуыршақ жеуге жарайды ма? Жеуге жарамсыз, жеуге болмайды қуыршақты. Төртінші есеп. Есепті шығар,
кері есептер құрастыр. Сырым 16 алма, ал Әлия 10 алма жинады. Сырым қанша алма артық жинады? Енді есептің шартын қысқаша жазып, есептеп, сырымның қанша алма артық жинағанын табайық. Сырым 16 алма, Әлия 10 алма. Табамыз, сонда сырым қанша алма артық жинады? Шешуі: 16-дан 10-ды азайтамыз 6. Сонда жауабы сырым 6 алма артық жинаған екен. Енді кері есеп құрастыратын болсақ, Әлияның қанша алма жинағанын табуға болады. Болмаса, барлығы қанша алма жинағанын табуға болады. Келесі 5-ші тапсырма. Қайсысы ауыр? Алма ма, алмұрт па? Алма ма, апельсин ба? дейді. Бірінші суретке қарайтын болсақ, 2 шие 1 алмаға тең. Ал астындағысы 3 шие 1 алмұртқа тең екенін көрсеткен. Алма мен алмұртты салыстыратын болсақ, ең ауыры алмұрт болып тұр. Ал апельсинге қарасақ, 1 апельсин 2 шиеге тең екен. Бізде бірінші суретте алма 2 шиеге тең және де апельсин 2 шиеге тең болды, е? Ал алмұрт 3 шиеге тең. Сонда ең ауыры бізде алмұрт екен, е? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.